Баршаңызға сәлем достар, бүгін Бравл Старс ойнайтын боламыз. Сіздер PlayZ арнасындасыздар. Арнаға тіркеліп кетіңіздер, қоңырау шағын басып кетіңіздер. Біз ойынымызды бастайық. Достар, көріп тұрғандарыңыздай мен жаңа скин алдым. Бери. Мінекей достар, осындай жаңа скин Бериге өте әдемі, өте күшті. Жарқырап тұр ғой енді. Иә, скин өте әдемі. Қазір біз осы Беримен ойнап кететін боламыз. Ең алдымен магазинға кіріп кетейік. Магазинде бізде пиццалар ұсынып отыр. Бұл жерде тағы да особая акциялар пайда болды. Бұл жерде жаңа скин Орочи Эдгар дейді. Өте әдемі скин. Мә достар, қараңыздаршы енді. Бұл өте ерекше скин. Бұл жерде тағы да Великий Мастер Барли дейді. Бұл да өте күшті скин. Тағы да бұл жерде Эль Тигро деген осындай скин бар екен. Я достар, бұл да өте күшті скин. Жарайды, бұл жерде басқа ешқандай қызық жоқ секілді. Ендеше шығайық бұл жерден. Қазір біз Пицца Планетаға кірейік. Пицца Планетада бізге мега наборлар, супер наборлар және жаңа наборлар ұсынып отыр екен. Және ең соңында бізге Мипл деген жаңа байыцты ұсынып отыр. Мен оны әзірге сатып алған жоқпын, бірақ біз оны келесіде алатын боламыз. Жарайды достар, басқа қызық жоқ секілді Пицца Планетада. Шығайық бұл жерден. Событияларды көріп кетейік. Бұл жерде соревнования болып жатыр. Тағы да бұл жерде жаңа событиялар пайда болды. Баскетбой және особая доставка. Біз қазір осы событиялардың бәрін ойнайтын боламыз Беримен. Ендеше баскетбойдан бастап кетейік. Ал кеттік достар, баскетбой. Менде бұл жерде напарниктерден Фрэнк, және қарсыластарда да Фрэнк және Рико. Я достар, бұл жерде кішкене қиындау болады. Маған негізі енді здоровьясы көбірек байыцты таңдау керек еді. Бірақ меніңше біз ана жерде гол соғатын секілдіміз. Мә достар, болмай жатыр. Бірақ қараңыздаршы, Беридің атакасы өте әдемі. Мә, енді мына жерде шынымен де Фрэнк бәрін жыртып жатыр. Я достар, міне, Беридің ультасы да өте әдемі. Қазір Фрэнк соғу керек енді голды. Мә достар, енді жолымыз болмады. Барынша жақсылап ойнайық. Мә, енді бұл Фрэнктің здоровьясы өте көп қой. Мә достар, міне, гол соғып кетті қарсыластар. Қазір біз қайтсек те соғу керек біз голды. Бірақ бұлар өте жақсы ойнап жатыр. Мә достар, міне, мә. Бірден трехочковый соғып кетті. Өкінішке орай ұтылып қалдық. Жарайды достар, ештеңе етпейді. Шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік баскетбойды. Ал кеттік достар. Тағы да баскетбой. Бұл жолы напарниктерден Леон. Қарсыластарда Эль Примо және Кольт. Мә, енді бұларды тезірек алып кету керек. Я достар, қазір біз гол соғайық. Енді Леон... Я достар, Леон соқты. Бәрекелді. Қазір тағы да гол соғу керек. Я достар, енді Беридің атакасы өте әдемі. Негізі скин де өте әдемі. Я достар, бұл жолы оңай ұтамыз. Соңғы гол қалды. Енді алып кетейік болды. Өте оңай ғой. Я достар, қазір мен гол соғып кетейін. Бірақ мынау, я болмады, мә достар, болмады. Мына Кольтты алып кетейік. Ай достар, мә болмады. Бірақ Леон қазір соғатын секілді.
кәнекей. Мә, кішкене тимей қалды, я. Қауіпті момент. Қазір мен Эль Примоны алып кетейін. Жарайды, достар, мен қазір енді соғалам ба? Болды, достар, соңғы голды соғып кеттік. Бәрекелді, өте жақсы ойнадық. Ендеше шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік баскетбойды. Ал кеттік, достар, тағы да баскетбой. Бұл жолы напарниктерден Биби. Қарсыластарда Базлайтер мен Рико. Мә, енді мына Базлайтерді жазалау керек. Енді жақсылап тұрып ойнап тастайық. Мә, мына Базлайтер енді өте жақсы ойнап жатыр. Мә, енді алып кету керек біз. Мә, достар, болмады. Бірден трехочковый соғып кетті. Мен қазір барынша енді ойнап жатырмын, жақсылап. Бірақ бұл жерде бәрі Бибиге байланысты. Негізі Биби соғу керек. Қанекей? Я, достар, 2 очко соқтық. Егерде қазір қарсыластар тағы да бір гол соқса, онда болды біз. Мә, достар, болмады, я. Өкінішке орай болмады. Біз бірден тез ұтылып қалдық. Тағы да ойнап кетейік баскетбойды. Кеттік, достар, тағы да баскетбой. Осы жолы ұтамыз деген ойдамын. Бұларды жақындатпау керек қой. Я, Эдгар бірден алдыға қарай шығып гол соғып кету керек. Мә, достар, енді мына Базлайтер тағы да соғатын секілді ғой. Мен қазір алып кеттім допты. Қазір соғайық, достар. Мә, достар, кішкене қалды. Эдгар соғу керек. Мә, достар, болмады. 2 рет соғуға тырыстық, бірақ болмады. Мә, мына жерде енді Базлайтер қазір қауіпті момент. Мә, достар, міне, я. Өкінішке орай болмады. Мә, бұлар енді өте жақсы ойнап жатыр. Эдгар қазір соғып кету керек. Я, біз тимей жатырмыз. Мә, енді қайтсек те барынша ойнау керек біз. Барынша бізге ұту керек. Мә, міне, біз ұтылатын секілдіміз. Бізде мүмкіндік бар, әрине. Я, достар, қазір міне Эдгар соғу керек. Жоқ, достар, мына жерде енді Эдгар тимей жатыр енді. Ойнай алмай жатыр. Мә, негізі, мә, достар, мынау енді шынымен де өте қауіпті момент. Жарайды, қазір, мә, Эдгарға не болған негізі? Мә, достар, енді болмайды. Мә, мынау енді өте қауіпті. Менде ульта да жоқ. Я, достар, өкінішке орай ұтылатын секілдіміз осы жолы тағы да. Я, достар, Базлайтер мен Фэнк өте мықты. Менше Бери бұл жерге келмейді ойнауға. Өкінішке орай ұтылып қалдық. Жарайды, достар, ештеңе етпейді. Шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік. Соңғы рет баскетбойды. Ал кеттік, достар, тағы да баскетбой. Осы жолы напарниктерден Фрэнк. Я, достар, Бериге скин өте әдемі.
Қазір енді Фрэнк бірден алға қарай бара беру керек. Менің атакам емдейді ғой. Мә достар, мына жерде Ларри Лори өте жақсы ойнап жатыр. Мен бірден үстіп соғып кетейін. Иә достар, бірінші голды соғып кеттік. Динамайтты алып кетейік осылай. Қазір мен екінші голды соғып кетейін. Мә достар, болмай қалды. Қазір бұл жерде Ларри Лори алып кетейік. Болды достар, 3 очковый соғып кеттік. Осы жолы шынымен де жолымыз болды, өте жақсы ойнадық. Жарайды достар, міне Берридің ұтқан анимациясын көрдік. Шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа событияны ойнап кетейік. Особая доставканы ойнап кетейік. Ал кеттік достар. Особая доставка. Бұл жерде напарниктерден Спайк. Қарсыластарда да Спайк. Я, бізге қазір мына пиццаны жеткізу керек. Я, бізге негізі танк алу керек еді, бірақ бізге қиын болады бұл жерде. Негізі Берримен ойнаған кішкене қиын болады. Бірақ біз мына бастерді қалай аламыз? Бізге здоровьясы көп сондай танк керекті. Фрэнк секілді. Достар, қателік жібердім. Кішкене тупить етіп жатырмын өзім. Біз енді атака жасап жақындатпайық осы қарсыластарды мына пиццаға. Болмай жатыр. Енді шынымен де қиындау болады, өйткені қазір уақыт біткен кезде тағы да қосымша уақыт береді. Сол кезде ана пицца өте тез қозғалатын болады. Сол кезде біз ұтылуымыз мүмкін. Мінекей достар, міне бастер тығылып қалды. Міне мына бастер өте мықты, өйткені денсаулығы өте көп қой. Біз енді барынша тырысамыз әрине ұтуға. Бірақ меніңше ұтылатын секілдіміз. Өйткені біз мына қарсыластарды ала алмай жатырмыз. Міне өте қиын. Я достар, бірнәрсе қылып жатырмыз әйтеуір. 10 секунд қалды. Достар, меніңше ұтыламыз. Мына жерде енді Спайкта ультасын қолданып. Я достар, қиын болады. Мен де тупить етіп жатырмын негізі. Я, бұл жерге Берримен ойнайтын болсаңыз, міндетті түрде Фрэнк па сондай танкты алып алыңыз. Өйткені мен енді рандомдармен ойнап жатырмын ғой. Я достар, өкінішке орай ұтылдық. Бірақ біз енді оңайлықпен берілмейік бірден. Біз енді тырысайық барынша. Я достар, 5 секунд қалды, және біз өкінішке орай ұтылып қалдық. Жарайды достар, қайткенмен де біз қызықты қылып ойнадық. Шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік.
особая доставканы. Ал кеттік достар. Тағы да особая доставка. Осы жолы напарниктерден Эмс, қарсыластарда Фрэнк және... Мен атын ұмытып қалдым. Гриф. Иә, достар, міне. Фрэнк және Гриф. Бұлар кішкене ботқа ұқсайды екен. Меніңше боттар секілді ғой. Өйткені біз оңай алып жатырмыз. Негізі ультаны дұрыс қолданбадым, бірақ жарайды сонда да. Я, достар, міне, бұлар боттар секілді, бірақ боттар негізі олай жасамайды. Я, бұлар ойнамай жатыр ғой. Енді бұл жолы, я, шынымен де жолымыз болды. Өте оңай ұтамыз. Болды, достар, изи ойнадық. Бірақ бұл жерде енді қарсыластар көмектесті ғой бізге. Жарайды, достар, шынымен де жолымыз болып кетті. Шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік. Особая доставка. Кеттік, достар. Тағы да особая доставка. Осы жолы напарниктерден Гриф, қарсыластарда Поко және Сквик. Бұл жолы енді шынымен де қиын болады. Өйткені Поко, оны алу қиын. Өйткені Поконың здоровьясы көп және ультасымен өз-өзін емдеп отырады. Мына Сквик те өте жақсы ойнайды. Бұлар енді айырады ғой. Мен де тупить етіп жатырмын негізі. Бірақ Гриф та ала алмай жатыр. Достар, бұл жерде шынымен де тез ұтылып қалатын секілдіміз ғой. Достар, бұл жерде шанс жоқ. Бұл жерде шынымен де тез ұтылып қалдық. Енді кішкене ғана қалған кезде, Гриф бүкілін ультасымен алып кетті. Негізі мүмкіндік бар, әрине, бірақ біз енді аса қатты ұтуға шанс жоқ бізде. Міне, достар, міне, бұлар қазір қайттан енді мықты ойнайды. Егерде біз шынымен де ұтып кетсек, бұл жерде онда мен міне өте нашар ойнап жатырмын. Егерде шынымен де ұтып кетсек, онда бізге өте мықты болатын еді, бірақ достар, міне мен ала алмаймын бұларды. Енді ұтып кетсек, шынымен де мен енді таңғаламын. Достар, өкінішке орай ұтылып қалдық. Жарайды, ештеңе етпейді. Беримен шынымен де қиын ойнау. Шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік. Особая доставка. Кеттік, достар. Тағы да особая доставка. Осы жолы ұтайық. Напарниктерден Баз, қарсыластарда Базлайтер мен Эмс. Негізі бұл жерге танктерді таңдаған дұрыс, әрине. Бірақ мына Базды енді аса қатты бір нәрсе жасай алады деп ойламаймын. Ана жерде Эмс. Білмеймін, достар, енді әзірге белгісіз. Негізі мықты деп айта алмайсың қарсыластарды бұл жерде. Бірақ Баз өте жақсы ойнап жатыр, Мен қазір осылай ультаны қолданамды. Бірден алып кетейік мына Эмсді.
Иә достар, болмады. Кішкене тупить етіп жатырмын өзім. Мә достар, енді қайтсек те тырысайық. Иә, баз алып кете алмай жатыр. Мә мына емізді енді. Мә достар, болмады. Біз енді оңайлықпен ұтылмайық та. Мә мынау болмады. Мә шынымен де. Мә негізі өкінішті осылай ұтылып жүре бересің да. Енді бір рет болсақ та, бір рет болсын ұту керек осы особая доставканы. Мына базлайтер өте тез алып қоя береді да бізді. Мә достар, міне 10 секунд қалды. Біз қазір ұтыламыз енді, болды. Бұл жерде енді... Мә достар, міне я ультаны да дұрыстап қолданбадым. Өкінішке орай ұта алмай жатырмыз. Әрине барынша тырысып жатырмыз, бірақ сонда да енді баз ала алмайтын секілді. Иә достар, өкінішке орай ұтылып қалдық. Өкінішке орай болмай жатыр жолымыз. Шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік особая доставканы. Ал кеттік достар. Соңғы рет болсын осы особая доставка. Мә бұл жерде де қарсыластардан 2 базлайтер. Қазір біз енді осы базлайтерлерді жазалаймыз. Я бірден пиццаға жолатпайық. Я негізі бірден алып кетеміз ғой енді. Я достар, бірден алып кетеміз. Негізі ультаны дұрыстап қолданбадым. Бірақ мә алып кетті. Тезірек жетейік пиццамызға. Пиццаны жеткізу керек тезірек. Я достар, қазір жеткіземіз пиццаны. Так, базлайтер бір жерде тығылып отыр. Менше ұтамыз бұл жерде. Мә ұтамыз деп мен де нашар ойнап жатырмын. Енді 1-ақ минут қалды. Бұл жерде бәрі уақыттың тез өтуіне байланысты ғой. Біз қазір ешкім ұтпауы мүмкін осы 1 минутқа дейін. Бірақ қазір 1 минут өтеді, яғни мына 45 секунд өтеді. Және мына пицца өте тез қозғалатын болады. Сол кезде өте маңызды пиццаны тезірек жеткізу. Ай достар, менше ұтыламыз бұл жерде де. Мә тым болмаса бір рет ұтайық. Мәне достар, 5 секунд қалды. Және мен ультаны да дұрыстап қолданбадым. Болды достар, міне қосымша уақыт берілді. Және осы уақытта тезірек тездету керек. Пицца осы жерде өте тез қозғалады осы уақытта. Және бізге мені тезірек ұтып кету керек. Болды достар,
меніңше біз ұтамыз. Болды достар, ұттық. Жоқ, мә достар, болмай қалды, мә. Мә достар, ана жерде кәдімгідей тупит еттік. Қазір тезірек алып кетейік. 15 секунд қалды. Болды, ұтатын секілдіміз. Мына жерде де өте қауіпті. Қазір мен достар, енді азақ қалды. Достар, енді әйтеуір дегенде ұттық. Негізі өте қызық болды. Өте қобалжылу момент болды. Қайткенмен де ұттық. Жарайды достар, шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Столкновение ойнап кетейік. Ал кеттік достар, одиночное столкновение. Бірден жәшіктерді алып кетейік. Ана жерде Пайпер. Достар, жәшіктерді сындырып, бірден банкаларды алып кетейік. Мына жерде Пайпер не дейді өзі? Бұл жерде тағы да Леон. Мына Леон бізге жол бермейтін секілді ғой. Достар, мына Леон енді бізден қалмайтын секілді. Біз енді бірден центрге қарай бармай қойайық. Өйткені центрде ана жерде Эдгар, олар қазір ультасын қолданып бізді алып кетуі мүмкін. Және міне бізге қарай барып жатыр мына Эдгар. Енді бізге қарай енді тек қана келудің қажет жоқ. 5 боец қалды. 4-ақ боец қалды. Бізге қазір ең бастысы топ 3-ке кіру. Леон және Эдгар. Және тағы да бір боец. Бірақ ол қай жерде екен? Мына Леонда енді қалмады ғой тегі. Бір жағынан, достар, Леон енді артымыздан ілесіп алды. Өкінішке орай ұтылып қалдық. Жарайды, ештеңе етпейді. Шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік столкновениені. Ал кеттік достар. Тағы да одиночное столкновение. Осы жолы топ 1-ді алайық. Қайтсек те тырысайық. Мына жерде Фэнк қатып тұр ғой. Фэнкті алып кеттік. Смело достар. 8 боец қалды. Мен енді әдеттегідей центрге қарай бірден барайын ба? Бірақ қиын болады бұл жерде. Қазір центрден біреу шығып қалса. Алты боец қалды. Біз енді осылай күте тұрайық. Ана жерде Шелли. 19 банкасы бар екен, бұлардың. Достар, мен енді қашып кете алам ба бұл Шеллиден? Мына енді қалмайтын болды ғой, Шеллиде. Достар, мен енді кете алмайтын секілдімін. Бірақ мына Шеллиде, достар, енді қашып кетейікші, шынымен де енді қиын болып жатыр. Қазір мына Шелли ілесіп алды. Достар, қайтадан Шелли ілесіп алды артымыздан, және біз ұтылып қалдық. Достар, сондай да болады. Шығайық бұл жерден. Тағы да ойнап кетейік. Одиночное столкновение. Кеттік достар. Тағы да одиночное столкновение. Енді өте көбісі өте жақсы андай боецтерді алып жатыр. Менікі метатель ғой.
Бери. Және міне Эдгарда қазір ультасын жинап алады да, бізге қарай ультасын қолданып атака жасайды. Бұл жерде тағы да Леон сондай не да, убийца боецтерді алып жатыр да, көбісі. Қазір біз, енді білмеймін, негізі күте тұру керек осылай. Бірақ мына Леон бізге тыным бермейді. Достар, мына Леон бізге тыным бермейді. Осылай күте тұрайық. Біз әйтеуір топ 5-ке кіріп жатырмыз. Бірақ топ 3-ке кіре алмай жатырмыз. Қазір робот шықты. 4-ақ боец қалды. 3 боец қалды. Болды достар, біз топ 3-ке кірдік. Бірақ ана жерде 13 банкасы бар екен Дэрилдің. Және мына Леон да енді бізге қарай келмеу керек. Достар, мынау енді мен қайтадан ұтылып қалдым. Достар, жолымыз болмады енді. Жарайды достар, негізі ұтуға болатын еді. Қазір біз басқа событияны ойнап кетейік. Парное столкновение ойнап кетейік. Ал кеттік достар, парное столкновение. Осы жолы оңай болу керек. Бұл жолы менде напарниктерден баз. Бірден центрге барып, банкаларды жинайық. Болды, бірақ мына жерде де баз енді нашар ойнап жатыр. Достар, мына жерде Корделиус. Бұл жерде енді оңай болатын секілді. Менде тағы да интернет қуып жатыр. Мен қазір енді осылай күте тұрайық. Осылай шөптің арасында күте тұрайық. Бірақ менде интернет қуып жатыр. Дәл осындай кезде қуып қалады ғой интернет деген. Жарайды, біз қазір мына команданы алып кетейік. Болмады. Бізде 8 банка, біз негізі ұту керекпіз. Мен қазір көмектесейін енді базға. Мына жерде мына екінші командада бізге кедергі жасап жатыр. Достар, қазір мен енді ультаны қолданып бірден алып кетейін. Смело, достар, болды. 2-ақ команда қалды. Столкновение басталды. Және мына жерде бірден Корделиус ультасын қолданды бізге. Бірақ біз Корделиусты алып кеттік. Достар, осы жолы шынымен де өте жақсы ойнадық. Смело алып кеттік. Базда өте жақсы ойнады. Шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа событияны ойнап кетейік. Брол болды, ойнап кетейік. Ал кеттік достар, Брол бол. Достар, напарниктерден Нита және Рико. Қарсыластарда Мортис пен Леон. Менде интернеттің қуып жатқанын қараш. Жарайды достар, біз қазір гол соғып кету керекпіз. Бірақ болмады, достар, болмады.
Барынша тырысайық гол соғуға. Болды, смело Мортисті алып кеттік. Қазір Нита соғу керек. Мына жерде Леон байқатпай шықты ғой. Болды, біз гол соқтық. Болмады ма не? Негізі бұлар енді шынымен де атакаға көшті. Оқ, достар, мен төпет етіп қалдым. Базар жоқ, Нита өте жақсы ойнап жатыр. Гол соғу керекпіз, бірақ бізде болмай жатыр. Болды, достар, гол. Достар, гол соқтық. Достар, бұл жерде Нита өте жақсы ойнап жатыр. Мына Мортисте енді қазір мен барынша көмектесу керекпін, бірақ мына интернет енді допты алайық та, былай лақтырып жіберейік. Бізге қазір ең бастысы 20 секунд қалды. Барынша қорғану керек. Все, достар, негізі біз ұттық. Енді интернет жаман істеп тұрса да біз ұттық, әйтеуір. Достар, өте жақсы ойнадық. Нита өте жақсы ойнады. Рико да өте жақсы ойнады. Шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Ендеше захват кристаллов ойнап кетейік. Ал кеттік, достар. Захват кристаллов. Осы жолда жақсылап тұрып ойнап тастайық. Бұл да өте қызық карта. Және бізде напарниктерден Базлайтер және Фэнк. Мына Эдгарды енді бізге қарай ультасын қолдан алып кетуге тырысатын болады. Және мына Фрэнк енді мен тупит еттім негізі. Достар, негізі әзірге бергісіз. Бірақ мына Риконы алып кету керек. Мен ультаны дұрыс қолданбадым. Жарайды, достар, бізге қазір ең бастысы 10 кристалл жинау керек. Және біз 9 кристалды жинап қойдық. Бізге қазір бір-ақ кристалл керек. Бір-ақ кристалл. Мен қазір бірден болды, достар. 2 кристалды алып кеттік. Біз қазір енді қорғанысқа көшейік. Бұлар да енді ұтылған мойындап жатыр. Все, достар, изи ұтып кеттік. Өте әдемі карта. Достар, шынымен де өте жақсы ұтып кеттік. Шығайық бұл жерден. Қазір біз басқа события ойнап кетейік. Және біз зачистка 5-5 ойнап кетейік. Ал кеттік, достар. Зачистка 5-5. Бұл жерде енді ең бастысы ультаны жинап алу керек. Енді бізге барынша көп қарсыластарды алып кету керек. Мен енді білмеймін, бұл жерге көбісі дальниктерді таңдайды. Бірақ білмеймін енді, достар. Менше Бери бұл жерге дұрыс болмайтын секілді.
Бұл жерге негізі Брок, міне Пайпер сондайды алған дұрыс. Және көбісі Базлайтерді алып жүр. Я, мына жерде Базлайтер міне. Қазір осы Базлайтерді алып кету керек. Қазір осы Базлайтерді жазыламасақ. Я, достар, міне алып кеттік Базлайтерді. Және мына Пайперді да алып кету керек. Easy, достар. Пайперді алып кеттік. Я, достар, өте оңай алып кеттік. Бұл жерде ульта да өте маңызды. Мен қазір ультаны қай жерге қолдансам болады? Және мен осылай қолданып кетейін ультаны. Бізге 5 боец қалды. Мә, достар, мына Эль Примонды алып кетті. Бәрекелді. Негізі өте жақсы ойнап жатырмыз. Менше Берримен ойнауға болады. Бірақ әрине напарниктер өте жақсы болу керек. Болды, достар, смело алып кеттік. Өте жақсы ойнадық, өте жақсы команда болды. Я, ұтқан анимациясын көрдік Берридің. Шығайық бұл жерден. Енді басқа события ойнап кетейік тағы да. Қазір біз горячая зонаны ойнап кетейік. Ал кеттік, достар, горячая зона. Бұл жерде де өте әдемі карта. Захват кристаллға ұқсайды. Мә, ана жерде тик ойнамай жатыр ғой. Мә, негізі бұл жаман. Мә, достар, ана жерде тик ойнамай жатыр. Бұл жерде тағы да Мико, Динамайк қарсыластарда. Бұл енді жаман. Қазір Мико енді секрет. Және әрине Базлайтер бұл жерде. Бұл Базлайтерлардың бүкілін жазалау керек. Я, достар, міне осы Базлайтерлардың бүкілін бірінші кезекте алып кету керек. Және мына Мико ең қиын болады. Осы Миконы алу қиын болады. Я, достар, бұл жерде белгісіз әзірге. Біз енді барынша тырысайық. Болды, достар, міне Базлайтерді алып кеттік. Және тик та өте жақсы ойнап жатыр. Мә, достар, мына Мико да енді дәл маған қарай ультасын қолданып. Болды, достар, easy алып кетеміз бұл жерде. Бірақ мына Базлайтерді қоймады ғой. Я, достар, өте жақсы ойнадық. Бәрекелді, достар, өте жақсы ойнадық. Шығайық бұл жерден. Енді тағы да басқа события ойнап кетейік. Қазір біз нокаутты ойнап кетейік. Ал кеттік, достар, нокаут. Бұл жерден напарниктерден аттарын ұмытып қалдым. Я, Белл және Байрон. Жарайды, қарсыластар бұл жерде шынымен де өте жақсы ойнап жатыр. Оңай берілмейтіні көрініп тұр. Қазір біз ең алдымен мына Базлайтерді алып кетейік. Мына Базлайтерді алып кетпесек енді болмайды. Болды, достар, бірінші раундты оңай ұттық. Қазір біз тағы да, маған негізі ультасыз қиын болады. Берриге, я, ультасыз өте қиын. Бізде болмай жатыр. Біз тым болмаса қазір біреуін алып кету керекпіз.
Мына Байронда енді достар болмады. Өкінішке орай ұтылып қалдық. Бұл енді 3-ші раунд. Қазір барынша абайлау керек. Және мына Пайперде. Қазір біз ең алдымен мына Пайперді алып кетейік. Кішкене ғана қалды, ана Фэнкке болмады. Нашар ойнап жатырмыз. Достар, енді білмеймін, нашар ойнап жатырмыз. Жарайды достар, Фэнкті алып кеттік. Және мына Базлайтерда енді мен негізі бекер жасадым. Достар, кішкене ғана қалды. Ай достар, енді кішкене ғана қалды. Байрон алып кет. Бәрекелді. Достар, енді шынымен де өте қобалжулы момент болды. Бірақ біз ұтып кеттік. Байрон шынымен де бәрекелді, өте жақсы ойнады. Белл де өте жақсы ойнады. Бәріміз жақсы ойнадық, шынымен де команда ретінде. Шығайық бұл жерден. Осымен ойынымызды аяқтайық. Видеоға лайк басып кетіңіздер, каналға тіркеліп кетіңіздер, комментарийға өз пікірлеріңізді жазып кетіңіздер. Мен сіздерге бар жақсылықты тілеймін. Сау болыңыздар.